Баршаңызға сәлем. Бүгін сізге таңғы асқа дайындауға болатын лаваштан жасалған бөректің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте оңай дайындалады және көп затты қажет етпейді. Жасап көріңіздер. Бізге міндетті түрде лаваш қажет болады. Осылай лавашымызды алып, дәл видеода көрсетілгендей 6-8 бөлікке 3 бұрышты етіп кесіп алатын боламыз. Арасына начинка ретінде сырды алып пайдаландым. Сырды алып, осылай арасына саламыз да екі жағынан бүктеп орайтын боламыз. Орап алғаннан кейін соңғы жағына кішкене ғана су жағамыз да бір-біріне жабыстырамыз. Арасына тағы да начинка ретінде сүзбені немесе колбасаны алып пайдалансаңыздар да болады. Енді қызып тұрған сковородкада бөректерімізді алып, екі жағында жақсылап қызартып, 2-3 минуттан қуырып аламыз. Дәл осылай қызартып қуырып алатын болсаңыз, бөрегіңіз өте дәмді және қытырлақ болып шығады. Таңғы асқа бар болғаны 5 минутта дәл осындай өте дәмді бөректі әзірлеңіздер. Егер де менің видеом ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.